Израильде арғын тайпасы салған көне ғимарат табылды. Шамамен 13 ғасырдың орта тұсында тұрғызылған тарихи нысан бүгінгі күнге дейін қаз қалпында сақталған. Бұл жаңалықты таяу шығысқа ат басын тіреген бабалар ізімен экспедициясы ашты. Айналасы қамалмен қоршылған ескі Иерусалим тарих қойнауынан сыр шертеді. Осы жерде тарихи ескерткіштер жетерлік. Бұл мекенді мәмлүк қыпшақтар билеген тұста құрылыс қарқын алған. Мешіт, мектеп пен кесенелер жаппай бой көтерді. Қазір біздің тұрған жеріміз Турхан Хатунның жатқан жері, мавзолейі. Турхан Хатун бұл Хорезм шахтың шешесі. 1219 жылы Шыңғысхан келген уақытында олар Иранға қарай кетеді. Бәрібір бұл кісі тұтқынға түсіп, Самарқанд қаласында тұтқынға түседі. Бірақ артынан шамасы Шыңғысхан оны тұтқыннан жіберуі мүмкін. Мәмлүктер тұрғызған ғимараттар Иерусалимнің әр көшесінде орналасқан. Олардың қасбеті түрлі түсті тастармен көмкерілген. Сәулет өнерінің мұндай стилі облак деп аталады. Кіреберісте құрылысшының аты жөні жазылған. Бабалар ізімен экспедициясы барысында осындай ғимараттардың бірін арғын руынан шыққан азамат салғаны анықталды. Звали этого человека, так написано в арабских источниках, так его имя появляется в надписи, Аргун эль-Камили. Бұл адамның аты Аргун эль-Камили, демек ол арғын руынан шыққан азамат болса керек. Бір білетініміз ол сұлтанның тігіншісі болған. Бір кездері сұлтанның ашуына тиіп Иерусалимге айдалды. Ал бұл әлемге әйгілі жоқтау қабырғасы, юдаизмнің діни орталығы. Жыл сайын осы жерге миллиондаған турист келеді. Иерусалимнің қасиетті ескерткішін осы күнге дейін сақтап қалуға Дешті Қыпшақтан шыққан мәмлүктер зор үлес қосқан екен. Астыңғы 4 қатары бұл Ирод патшаның уақытында салынған. Оған 2000 жыл болды. Оның үстінде 7 қатар бұл арабтардың, әммияттардың уақытын заманда салынған. 7-ші, 8-ші, 9-ші ғасырларда. Ал оның үстіндегі 17 қатар бұл біздің бабаларымыздың уақыты мәмлүктердің кезінде салынған. Бұл да бір енді бізге азғандай болса да бір қатысы бар жер деп есептейік. Өйткені бұл зарлы жарға біздің бабаларымызда қол ұшы тиген. Израиль мәмлүктер кезеңінің қаншама құпияны бөгіп жатыр. Бар жоғы бір аптаның ішінде Қазақстандағы экспедиция ата бабаларымыздың мұрасын зерттеп, тіпті таңдай қақтырарлық жаңалық ашты. Жасын Баркенов, Ернұр Досжанов және Самат Бекбатыров, Хабар 24, Израиль.